Тумай тұрып өлімге кесілгендер. Авторы Ғалымбек Елубай. 91 жылдың қысы. Менің үлкен нағашы ағамның есігінің алдына қою жасыл түсті машина келіп тоқтады. Сол кездің көзімен қарағанда бұл жақсылықтың нышаны еместі. Көліктен бірі қазақ, бірі Қытай, екі әйел түсті. Қыстық демалысымды нағашы ауылда өткізетін мен бұл көзде қора маңындағы алаңқайда балалармен асық ойнап жүрген едім. Балалардың ересектеуі маған қарап иек қақты. Үйіңе барсаңшы, келді. Терезесінің жарымы кеше жауған қалың қар мен құм толы жер тамның есігін қорқақтай аштым. Басына қызыл шәлі бүркенген жеңгем бұрыштағы пештің аузында сықсыңдап жылап отыр. Нағашым үйдің екінші бұрышындағы жинаулы жүкке арқасын беріп, егін көкке көтере төбедегі самырсын сырғауылдарға қадалып қалыпты. Ана екі әйелдің Қытайы ауыз жаппай сампылдап сөйлеп жатыр. Жалт-жұлт еткен көзілдірген ар жағында қоңыр қой көздері оны өз ұлтына әнтек оқшаулап көрсететіндей. Оның сөзін аударып тұрған сары кідір қазақ әйелі жеңгеме аналық ақылын беріп жатқандай аса бір жылылықпен бипаздап жеткізіп жатыр. Үкіметтің саясаты деген бар. Бала туу көрсеткішін шектеу туралы арнайы заң да қабылданып қойды. Қарғамай, сақтануларын керек еді ғой. Үкімет бар жағдай жасап отыр ғой. Туытқа қарсы тегіннен тегін дорба-дорба дәрі-дәрмек таратты. Анау бәлесін де берді. Сақина салдырып алсаң қайтер еді. Ай, жастар-ай, деп бір тоқтады. Бала неше айлық? 7 ай. Тұңғышың нешеде? Келесі айда жасқа толады. Міне, көрдіңдер ма? Баланың арасы 2 жылға толмайды. 1 жыл шыдасаңдар алуға болатын еді ғой. Демек, құрсақтағы бала заңсыз деген сөз. Сонша уақыт ішіңді буып, жасырып жүргенің неткенің, а? Мейлі, байқамай қалдың басында. 1-2 айлығында көзін құртты жеңіл болар еді ғой қарғам. Жеңгем булығып дауысын көтеріп жылай бастады. Қытай әйелі ас үстелдің бір шетіне отырып алып, әлдебір қағаздарды бас алмай жазып жатыр. Ара кідік қазақ әйелінің жүктілік мерзімі, аты жөні сияқты бірдеңелерді сұрап қояды. Тәте, деді нағашы. Ау, енді не қыл дейсіздер? Қазақ әйелі таңдайын тақ еткізді. Түсік жасалады. 7 айлық нәрестеге ме? 8 айында да дәл солай жасалады. Бұл адам өлтіру ғой, тәте. Егер заңға томпақ келсе, әлі жер баспаған шарана болса да ма? Ұлым, сен әлі түсінбей отырсың. Бала заңды белінен басып туылды делік. Ол балаға арнап қомақты айыппұл салынады. Бар малымды басымдағы панамды сатсам да төлеймін. Оған шүбәм жоқ. Бірақ ол заңсыз балаға ешқандай құжат берілмейді. Оны ешбір оқу орны қабылдамайды. Ол жер басып жүргенімен адам санатына кірмейді. Сөйтіп, ол өзінің жарық дүниесі ашқан күніне мәңгі қарғыс айтып өтетін болады. Саған да. Ай, келін, тез кейін. Күн кешіктірмей тұрып аудан орталығына жетуіміз керек. Келісіп қойғанбыз. Жанайым ешқайда бармайды. Нағашым шорт кетті. Онда сақшыларға хабар саламыз. Мәжбүрлі түрде баратын болады. Ерегіс соңы айқайға көшті. Бүкіл диалогтың басынан босағада тұрған мен ытқып тысқа шықтым. Машинадағы жүргізуші жігіт үйге жүгіріп кірді. Шай қайнаттым. Уақыттан кейін жеңгемді киіндіріп, қолтықтап алған нағашым, соңынан бір еркек, екі әйел үздік-создық үйден шықты. Нағашым есікті көтере жапты да, көрші үйге бас сұғып, қорадағы малын аманаттап шықты. Бұл кезде жеңіл киінген Қытай әйелі қолына екі жеңіне
құшынып машинаға жүгіріп кіріп кеткен. Ал қазақ әйелі алтайдың бүрі бораны тапалаған үйінде қардың түбінде лоқсып жап-жасыл запыран құсып отырған жеңгемнің арқасын қағып тұрған еді. Ағам маған қарап, сен де жүр деді. Бала қалсын деді қазақ әйелі. Заңды балаға қайдан болсын орын бар ғой, барсын. Мейлі. Ал тұңғышың қайда? Әжесінің қолында. Біз кристалдай жалт-жұлт етіп көз қарықтырған қарлы тау жолымен аудан орталығына тартып кеттік. Көлік үшін өлік күзеткендей үнсіздік жайлады. Жүргізуші жігіт таспадан ән қойып еді, қазақ әйелі өшіртіп тастады. Жеңгем жылап-жылап сілесі құрыған сыңды. Нағашыма басын сүйеп, екі қолымен кіндік тұсын жабақ қымти ұстап алыпты. Қытай әйел үнсіз жолға телміріп келеді. Оның қоңырқай көздерінен бір нәрсе оқып білу мүмкін емес сынды. Тек ара-арасында жолдан тайып кеткен көлік доңғалағының әлде бұлың пұшпаңы көпта жолдарын боқтаған жүргізушінің дауысы ғана өлі үнсіздікті бұзып келеді. Біз аудан орталығына келгенде қарға адым қаңтар күні еңкейіп қалған еді. Емхана дегені ұзын дәліздің өзі аспау қолы ілінген темір ілгекшесін сүйретіп жүрген адамға толы сұрқа жер болып шықты. Біз дәліздің соңына алашынтақ айналма жасап, 3 адамдық төсек қойылған шағын бөлмеге тірелдік. Сендер сыртта күтіңдер, деді бізді күтіп алған ашаң жүзді арықша келген жас Қытай қызы. Қанша күтеміз? 4 сағат, немесе одан да көбірек болуы мүмкін. Осы сәт жеңгемнің нағашыма қараған жүзі жүрегімді шаңшудай түйреп өтті. Жеңгем палатаға кіргесін біз далаға шықтық. Тысқа шыққасын нағашым еңкейіп шекердей саудыраған қарды қос қолдап жентектеді. Сосын ағаш басындағы қарқылдап отырған қарғаларды көздеп лақтырып қалды. Ойда жоқ соққыдан абдырап қалған қарғалар барқ етіп аспанға көтерілді. Біз жақын маңдағы мұсылманша деген жазу бар дүнген асханасына бас сұқтық. Нағашым маған шырын және манты алдырды. Өзі нәр сызбады. Қалтасынан көк темекісін алып, Шинжияң газеті деген жазуы бар қағазға қолақпандай қылып ұрады. Бір байқағаным, оның ішінде жұтқан түтіні сыртына шықпай жұтылып, тұтас денесіне тарап жатқандай. Мен құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп жатқандай, каналымыздың 80%-ін каналымызға тіркелмей көреді екен. Қазақ тілінің контентіне өз үлестеріңізді қосып, каналымызға тіркеліп, осындай әңгіме тыңдайтын достарыңызға жіберіңіз. Көп рахмет. Мен шырынды толық тауыстым. Тамақты жеп қарық қылмадым. Көз алдыма жап-жасыл запыран келе берді. Көрші үстелде мұртты беткейдегі бетегейді енді тебінде келе жатқан екі бозбала усым арқалы қас мойын сыраны құлағынан тізіп ішіп отырды. Мен ыстық жерге кіргесін бойым балбырап, көзіме ұйқы тығылды. Нағашым шапанының алдын ағытты да мені өзіне шақырды. Келе ғой. Нағашымның алдына отырып бірден ұйықтап кеттім. Түсімде жалаңаш қар үстінде асыр салып ойнап жүрген баланы көрдім. Ол маған уыстап қар лақтырады. Маған да лақтыр деп дауыстайтын сияқты. Мен үстімдегі түйе жүн күрмемді шешіп оған кигізбек болам. Ол жеткізбей сықылықтап қашады. Қуып жете алмай демем сығылып тер буды. Тұра ғой. Нағашым маңдайымдан иіскеді. Мен төр жақтағы қатарластыра қойылған орындықтың үстіне жатыр екем. Біз тысқа шыққанда көше шамдары жарқырап тұрды. Түннің бір уағы болып қалса керек. Айналып баяғы ұзын дәлізді жүріп өттік. Жанайым жеңгем жатқан бөлменің есігін ашқанымызда ол кісі ұйықтап жатты.
Құс қанатындай әдемі қастары сәл ғана түйіліп, самай шаштары термен, екі бетін орай жабысып қалыпты. Метпікке қыз терезеге қатқан қыродағы саусағымен сызғылап тұр. Сонымен не тындырдыңдар, деді нағашым. Болды, түсік жасалды, оянғасын алып кетсеңдер болады. Ал бала қайда? Қайдағы бала? Өлтірілген бала. Оны дәретхана жаққа апарып тастағам. Нағашымның түрі таланға түскендей түтігіп кетті. Періс соққандай дәлізді бойлап тапырақтап жүгіре жөнелді. Біз емхана сыртында жан салай салынған дәретханаға кірдік. Әуелі үңіліп дәрет шұңқырын қарадық. Жоқ. Нағашым есіне әлдене түскендей кілт бұрылып дәретхана қағасы тасталатын шелекке қарады. Қарады да ішіне қолын тығып жіберіп қан жынға малынған жұдырықтай затты бешпеттің кеудесіне жұлқа ағытып қойнына сүңгіте салды. Сосын басын әжетхана қабырғасына ұрғылап өкіріп жылады. Мұндай қорықпаспын өмірімде. Оған озаңдап мен де қосылдым. Екеуміз азан-қазан өкіріп жылап жатқанда сырттан кереге сақалы, кең кеудесі жапқан, басы тік тығыршықтай дөңгелек қызыл жүзді қарт кірді. Қой балаларым, сабыр қылыңдар. Алдымен нағашымды орнынан сүйеп тұрғызып, маңдайынан иіскеді. Өзінен қарыс сүйем ұзын жігітті шашынан сипап, арқасынан қақты. Мені жанына шақырып алды да далаға икемдеді. Ұлдарым-ау, деді, даусың күңгірене, далаға шығалық. Мұндай уақытта мұндай жерде аялдамас болар, жын қуанар, мынау кішкентай шошымал болып қалар. Біз ата бала немере сияқты иықтасып далаға шықтық. Ата жөн сұрағу асықпады. Нағашым ұзақ шауып келіп, кілт тоқтаған бәйге атындай солығын баса алмай ентігеді. Шырағым, өлген тірілмегенменен өшкөн жанады. Көрер қызығың қайда әлі? Алда, басында ниет көрсең де бекем бол қарғам. Нағашым менің бар екенімді есіне енді түсіргендей маған бұрылды да айғай салды. Бері келші ботам. Ботақаным қимылдап жатыр. Сосын есінен ауысқан адамдай алдында тұрған қартты бас салып, басы көзі демей сүйе жөнелді. Ей, менің қызыр әулем, қалған өмірімде сенің анау кір тақияңды түрмелеп қойып табынып өтейін. Әкелші, аны теке сақалыңды сүйейін. Қартқа қайта тап берді. Әй, антұрған есалаң, осыған ақыл шығындап тұрған мен де ақымақ. Атам адымдай басы тұра қашты. Сілемейленген беті жүзін екі жеңіменен сүрткілеп барады. Мен де зұтыға шақ тұрмын. Нағашым көз ілеспес жылдамдықпен сабасына түсті. Жүзі бал-бұл жанады. Жиенім-ау, ол тірі, қимылдап жатыр. Қолымды еппен алды да өзінің ішіне қарай тартты. Егер ол менің қолымды шап беріп ұстағанымда, мені талып түсеріме күмәнім жоқ еді. О, Құдайдың құдіреті! О, жаратқан Тәңірі, расымен де нәресте бұлқынып жатыр. Екеуміз уағдаласқандай жүгіріске беріксіз жүріспен емханаға кіріп келеміз. Осы аралықта нағашымның басы бар да аяғы жоқ талай сөзі миыма кіріп шықпады. Тек қарашы ботам, ол менің кеудемді кеміріп жатыр дегені ғана есімде анық қалды. Біз жеңгем жатқан палатаға кірген бетте басымыздан өткөрген қас қағым керемет сәтті менің жылдар бойы жазудан ажырап қалған сарысу санам суреттеп бере алмасы анық. Тек шашы мен көзі мойылда қап-қара қыздың анасының көз жасы мен уыз сүтін қоса аш қарақтана сорып жатқанын ғана айтар алар едім. Ал дәрігерлер, ол ертең күні бәрібір адам болмайды. Болса да сәл не соқыр болып қалады. Жанын қинамай бір тал укол салып берейік деп безек қақты.
нағашым ешкімде ештеңені естімейтін есірік халде езуін жимастан сол күні түнде емханадан жансебіл қызын қойнына тығып алып шықты.